Методика 3. Білім беру саласында практик маман сөзсіз қабылдайтын мінсіз қоғамның бейнесін іске асыруға бағытталған праксис нысаны. Жауабы: педагогикалық қызмет. Екінші, оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамытуды, алған білімдерін кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ететін оқыту. Жауабы: сындарлы оқыту. Үшінші сұрақ. Жабық сұрақтардың балама атауы. Төмен дәрежелі сұрақтар. Барлық оқушылардың оқу ептілігі және білім дағдыларын дамытуға мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы. С жауабы: оқу ордасын құру. Оқытудың қарым-қатынасты бір сандылықтан арылтып, оқушының білім алуын алға жылжытатын белсенді әрекет. Әңгімелесу. Жауабы: сұрақ қайта бағыттау мысалы көмектесе алатындар бар ма? Жауабы: басқаға бағыттау. Келесі. Оқушыға тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да, тапсырманы орындай алмауы. Жауабы: өнімділік тапшылығы. Келесі сұрақ. Мұғалімдердің рефлексиялық оқыту тұрғысынан қолданатын дағдыларының бірі. Жауабы: дәлелдерді бағалау, тұжырымдау екен. Келесі сұрақ. Тыңдаушыны өзіне қарағанда сөз сөйлеушіге көбірек құлақ асып, барлық сезімдер әрекетте болатын тыңдалым түрі. Жауабы: терең тыңдалым. Келесі сұрақ. Бұрынғы материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатында қойылатын қарапайым сұрақ. Жауабы: түрткі болу. Келесі сұрақ. Бала тәрбиесі туралы ғылымның озық жетістіктерін, отбасы тәрбиесін ендіру жолдарын қарастыру. Жауабы: отбасы педагогикасының негізгі мақсаты. Келесі сұрақ. Педагогиканы оқыту принциптері. Жауабы: оқытуға қойылатын талаптар жүйесі. Келесі сұрақ. Педагогиканың ғылым ретіндегі қызметі. Жауабы: зерттеу. Келесі сұрақ. Оқытудың сөздік әдісі. Жауабы: түсіндіру, оқулықпен жұмыс. Келесі сұрақ. Лысенко технологиясының ерекшелігі. Жауабы: ынтымақтастық. Келесі сұрақ. Педагогиканы оқытудағы практикалық әдістер тобына жатады. Жауабы: жаттығу. Келесі сұрақ. Ұстаздың кәсіби педагогикалық мәдениеті. Жауабы: рухани құндылықты бағалай білу. Келесі сұрақ. Эстетикалық тәрбиеге қатысты сыныптан тыс жұмыс формалары. Жауабы: өнер адамдармен кездесу ұйымдастыру. Келесі сұрақ. Модуль мақсатқа орайластырылған оқу мазмұны мен оны меңгеру жолдарын біріктірген. Жауабы: түйін. Келесі сұрақ. Балаға шамасына, мүмкіндігіне, қабілетіне сәйкес берілетін тапсырма түрі. Жауабы: деңгейлік.